Студия төрінде Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжінің Дуслук ұйғыр халық аспаптық ансамблі және мәдениет саласының үздігі Сабыржан Манашев. Қош келдіңіздер, қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Аружан, өз орныңа жайғаса қой. Мереке құтты болсын. Алғыс айтамыз келгендеріңізге. Алматы қаласынан арнайы. Жақынырақ таныса отырайық өздеріңізбен. Сабыржан мырза, айта қойыңыздар өзіңіздің ұжымыңыз жайында, жігіттер жайында, аспаптарыңыз жайында. Иә, бүгін біз Алматы қаласынан әтейреп Астана қаласына бірлік ансамбльді құрылғанына біз қолдап келіп отырмыз. Құтты болсын. Тамаша. Бізде өте қуаныштымыз. Біз бүткіл өзіміздің қолымыздағы бар өнерімізді бүгін осы жерде бір көрсетейік деп отырмыз. Алла қаласа кешке де тағы да үлкен концерт шарада қатысамыз. Сол бүгін аспаптарды алып отырмыз. Бізде өте аспаптардың түрі өте көп. Өзіңіз көріп отырсыздар. Осы жерде бір 10 шақ аспаптың түріне біз бүгін сізге әкеп отырмыз. Тамаша, 10 шақты дейсі. Атап өтіпші ерінбей тоқталайық әрі қайсы. Мәселен, қобызға ұқсас гиджак. Гиджак. Түркия халықтарының көбінде бар. Ұйғыр халық аспаптарының бірі гиджак. Саған скрипка келеді? Иә. Бәрекелді. Гиджак. Рахмет. Және? Рахмет. Енді чанг. Чанг. Чанг дейді бізде міне чанг. Иә, мына. Жетігенге ұқсайды, е? Жетігенге ұқсайды, бірақ иә. Ал бірнеше... Дауысын естіміз. Бұл таяқшыны да. Өте көне аспаптардың бірі, өте көне аспаптардың. Аладдин музыкасы сияқты естілді ғой дедім. Иә, күшті мықты аспаптардың бірі. Домбыраға ұқсас аспаптар бар екен. Бар. Мына қатарына келсек, енді тамбур деген аспап бар. Тамбыр. Дауыстарын естіп көрсек бәрі. Иә, дауыстарын көрсетеміз. Енді аспаптардың сұлтаны деп қоямыз да, тамбыр деген сөз самый ведущий инструмент. Тамаша, қолыңыз ұзын болу керек анам ойнау үшін, ә? Және одан кейін? Енді одан кейін бізде дутар. Қалай дедіңіз? Дутар. Дутар деген аспап. Сол домбыраға ұқсап келеді, стройда біраз алмасқан. Бәрекелді. Рахмет. Және де? Бас рабап. Бас домбыра сияқты. Бас рабап деген біздің аспабымыз бар. Басовый звук. Дейтін бар ғой. Маған қызық болып тұрған, аспаптарыңыз ұзын екен, ойнаған кезде қолдарың жете ме? Қалай ойнайсыздар? Енді соны бір несін айтып жіберейін, енді ұйғыр халқының енді ол аспаптардың бәрі қай ұлт болса да ол соның тарихына, оның тіліне, оның діліне байланысты болған. Сондықтан ұйғыр халқының тарихы ұзын болғандықтан аспаптардың келу шығу несі сол ұзын болып келеді. Керемет. Сондақ, иә. Енді бұл аспаптардың бәрін дауысын естіп бір шығарманы тыңдап алсақ сізден сұрайықшы. Мынадай ұжым деп тұрған кезде бар. Көп аспаптар көп артымызда көп отыр, енді оның уақыттың өзі. Сондықтан бір шығарма ойнап көреміз ба? Керемет. Ансамбльдің. Айта қойыңыз, қандай шығарма не туралы екен? Қойылымда бахар деген сол шығарманы сазды сергі бір орын. Бәрекелденіші. Бәріміз бірге отырып рахаттанып тыңдайық. Қандай бол?
Бәрекелді. Маса, керемет, тамаша. Кәдімгі бір сондай керемет бір көркем фильмнің саундтрегіне тамаша келіп кететіндей екен. Керемет. Бәрекелді. Енді ұйғырша күндеріңіз жақсы болсын, көп рахмет деп қалай айтсақ болады бірге? Айтыңызшы, ұйғыр тілінде қалай болады? Күндеріңіз яқшы өтсін. Күнлеріңіз яқшы өтсін. Сіздерге де, құрметті көрермен, алдарыңызда өнер көрсеткен Дуслук ұйғыр халықтық аспаптық ансамблі. Көп алғыс айтамыз келгендеріңізге, эфиріміздің ажарын аша түстіңіздер.